Сәлем, бұл Аскокатеми био және бүгін біз жануарлардың ас қорыту жүйесінің тақырыбын қарастырамыз. Бұл тақырып толық түсініп алсаң, маған мектепте де және де ұбт-да жеңіл болады. Сабақта саған жануарлардың ас қорыту жүйесі қалай істейді және де оны үйренудің ең басты қиын терминдерді оңай тілмен жеткіземіз. Егер осы тақырыпты түсінбесең, немесе оны тереңірек білгің келсе, міндетті түрде соңына дейін көр. Егер сен биология оңай әрі қызықты үйренгің келсе, міндетті түрде жазылып кете, лайк басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Ендеше кеттік. Сен тамақ жегенде сенімен бірге сиыр да, құмырсқа да, тіпті медуза да тамақ ішіп жатыр. Бірақ олардың ас қорыту жүйелері мүлдем басқа. Қалай ойлайсың сен? Жалпы олардың сиырдың ас қорыту жүйесі нешеден тұрады, олар тамақ энергия қалай алады дегендей осындай сұрақтарға жауап береміз. Жалпы бүгін тақырыпта сиырлардың ас қорыту жүйесі нешеден тұрады, шыбалшаңды ең бірінші не пайда болды дегендей сұрақтарға жауап береміз. Ең бірінші, конечно же, бастайық. Жалпы ең бірінші қарапайымдарды бастаймыз. Бұл мысалы бір жасушалары, прокариот, эукариот жасушаларын айтсақ, біріншіден олардың ас қорыту жүйелері жалпы лизосом жүреді. Лизосом бұл ас қорыту органоид дейтін бұл жалпы орган сақтадыңда дәл сондай орган атқарады, бірақ жасушаға ішіндегі орган деп айтуға болады. Жалпы сол бір жасушаларды көбісі прокариот, эукариот деген, көбінесе эукариот деймін, потому что айта берейін. Жануарлардың көбісі мысалы сырттың мембранасы арқылы, плазмалық мембрана арқылы киінеді. Мысалы осы заттар, мысалы любой бір органикалық бір дұрыс зат дейік та, и оны біздің лизосома бірінші сіңіреді, плазмалық мембрана арқылы оны мембранамен лизосомамен апарып, оны лизосом бұл жалпы ферменттерге толы органоид, и оны ыдыратуға арналған органоид. И сол тамақты ыдыратып бізге АТФ бөледі. Жалпы любой бір ас қорыту үдерісі бұл жалпы қалай жүреді деп айтайын бет. Жалпы оттек атысында біз энергия аламыз. Мысалы айтсақ, тамақ бізге энергия бөлгенде ол әр жануарларды әртүрлі қорытады. Кейбір жануарлардың денесі арқылы, мысалы мен осы айтып кеткен жасуша арқылы сөйтіп тәсінде энергия алады. Ал кейбір жануарлар басқаша. Мысалы кейбіреулер шынымен бетімен, олар көп жасушалар болса да, олар бетімен немесе басқа да мүшелерімен арқылы қоректі алады. Жалпы шыбалшан дейтін, ол мысалы құрт түсінер ғой, міне бұл құрт. Шыбалшан бұл жауын құрттар, міне жауын құрттар түсінер ғой, жауын құрт. Жауын құрт бұл жаңбырдан кейін шығатын құрттар ғой. Жалпы мысалы далада жаңбыр ауып балшық болады да, содан олар шығып келеді ғой бүйтіп. И осыларда бірінші не пайда болды? Ауыз қуысында сілке бездері болды. Жалпы ауыз қуысында сілке бездері ең бірінші, мысалы ұбт любойда сұрасаңдар, кітапта тұрса, бұл жалпы шыбалшанда не пайда болды десек, бірінші оларда сілке бездері пайда болды. Шыбалшанда сілке бездері болды, и ол жалпы зобқа кіреді. Бұл банағы зоб арқылы ас қорыту жүйесі кете береді. Енді келесіне кетсек, жалпы күйіс қайратын жануарлармын дейтін, жануармын деп тұрған сиырды көруге болады. Міне сиыр жалпы айтсақ, сиыр ас қорыту жүйесі басқа сүтқоректерден, соның ішінде адам сияқты мүшелерден тұрады. Олардың ас қорыту бездерін айтсақ, ас қорыту бездерінен 3-тен тұрады. Бұл сілке, бауыр, ұйқы безі, және де ас қорыту жолдарын ауыз, жұтқыншақ, өңеш, ас қорыту және ішек кіреді. Жалпы өте оңай, өте қызық жануардың бірі, өйткені олар ас қорыту жүйесін айтсақ, ол негізі 4 бөлімнен тұрады. Оны түсіндіріп беремін. Жалпы көрсек, мында сиырдың ас қорыту жүйесі ішін қарасақ, олардың үлкен, олар күйіс қайратын. Жалпы тойған сиыр не істейді? Ол күйіс қайрат, мысалы даладан шөп жеп жатқан сиырды алса, далалықта, ол бірінші оның шөп жейді, ол тойғаннан кейін ол күйіс қайрат. Ол қалай жүреді? Соны түсіндіріп беремін. Жалпы сиыр тамақты өзінің ауыз қуысы арқылы өңешке дейін бірінші ол үлкен қарын, мес қарынға апарады, осы жердегі болатын мес қарынға. И мес қарын сол жерден, жалпы мес қарын болғаннан кейін сиыр күйіс қайрады. Күйіс қайрау арқылы ол қайтып сол банағы жеген шөп механикалық тістеп, мысалы сол үгітіп, ол арқылы қайтып мес қарынға немесе жұмыршаққа апарады. Жұмыршақ бұл уже екінші бөлім. Ал жалпы үлкен қарын туралы айтпасақ, ол жайылып тұрған сиырдың шөп үлкен қарыннан түседі. Одан келесі екінші бөлік сияқты өсімдіктер жасушаларды қорытуға көмектесетін бактериялар мен бір жасушалар болады.
мында айтқандай брашулар мен бактериялар не үшін оларға негізі білесіңдер ме, жалпы сиырдың үш асқазанынан жалпы олар бактерия толы. Мысалы адамда тек тоқ ішекте ғой, ал сиырларда тоқ ішек плюс қасына үш бастапқы қарын бар. Сол арқылы нені істейді? Правильно, олар целлюлозаны ыдыратады. Ол күрделі полимер. Ол жалпы күрделі болғандықтан оны ыдырату өте қиын, и жалпы жасушалықтарды ыдырату ол бактерия көмегімен ыдыратады. Келесі жұмысшақ рөлі, жалпы қоректік, оны қоректі жұтып алып микроскопия ағзаларды осындай оны ыдыратып, жалпы месқарын мен жұмысшақтың функциялары бірдей. И олардың өте ұқсас, олардың екеуінің функциялары өте ұқсас, и оның себебінен оларды бір тұтас жүйе деп атайды. Если сендер ұбт-та бекітпесе, либо принципе сұрақ болып келсе, бір күні бекітсе, бір адам келіп сендерге сұраса, сиырдың бір тұтас жүйе деп не десе, ол жұмыртқақ пен месқарын. Үшінші бөлім сол қатпаршақ. Жалпы қатпаршақтың не үшін айтамыз? Бұл себебі, атау себебі, ол кітаптар беттен ұқсас. Көптеген қатпарлардан тұрады. Бүйтіп қарасақ кітап бүйтіп жабамыз ғой, дәл осындай қатпарлар тұрады. Дәл осындай сиырдың сол үшінші бөлімі қатпарлардан тұрғандықтан ол қатпаршақ деп атаймыз. И ол жалпы судың бәрін сіңіреді, сөйтіп бәрісінде механикалық заттарды алады. И жалпы төртінші бөлім ұлтабар. Ұлтабарға түседі, нағыз қарын болып табылады. И жалпы осы жерден көптеген нәрліздер сіңіреді, бәрінде тоқшек сияқты. Сол арқылы біз жалпы сиырдың асқазанын түсініп алдық. Жалпы келесі, міне осы жерде мен наглядно көрсету бар, что мына жерде бірінші үлкен қарын, мес қарын, ол ең үлкен, содан кейін бұл жалпы жұмыртқақ кетеді. Жұмыртқақтан қатпарға өтеді. Содан кейін қатпардан төртінші ұлтабарға өтеді. Ұлтабар бұл нағыз қарын. Енді салыстырайық, адам мен сиыр. Енді по идее салыстыруға келмейді, оны все-таки екеуін салыстырып көрейік те. Жалпы сиыр мен адам. Жалпы айтсақ, мында біз көруге болады, что адам жалпы тіс типтеріне бойынша жалпы адам сиырмен кейін салыстыруға болады. Бірінші адам негізі үш типі болады. Бұл күрек тіс, жалпы ит тіс және азу тіс. Ол күрек тіс және азу тіс бұл жалпы шөпқоректі жануарларға тән. Ал банағы ит тіс бұл жалпы жыртқыштарға тән, жыртқыш жануарларға соған тиеді. Жалпы сиырда ит тіс жоқ, сол себептен оларда күрек тіс және азу тістер болады. Жалпы тістердің орналасуы бойынша үстіңгі және де төменгі жақта болады бізде тістеріміз. Олар симметрикалық орналасқан, симметриялық. И жалпы сиырда басқаша. Вообще мүлдем басқаша. Сүйекті көрсек, жалпы соғаннан кейін сиыр жалпы көрсек, жалпы тістерінде, жоғары тістерінде оларда тіс жоқ. Жоғары тіс жоқ. Ал төменгі жақтарда азу тістер болады. Сол арқылы біз мында салыстырдық, орналасу бойынша ұбт-та сөйтпесе, әшіне қоясыңдар. Жалпы сиырдың бөлімдері айтсақ, бана төрт қарын, ал адамда бір қарын тек қана. Олардың соқ ішектері ұзын, сиырларда, ал адамдарда қысқа. Бактерия болулардың болуы жалпы қарынның үш бөлімдерде және тоқ ішекте болады, ал адамда тек тоқ ішекте болады. Жасымықты қорыту нәтижесінде пайда болуы, жалпы оны қорыту үшін сиыр симбиотикалық бактерия ұсынады. Бактерия инфузория және тағы басқа біржашылы бактерия ұсынады. Олар более көбірек бактерия ұсынады. Мұнда үш қарын болғандан, мұнда соған қатысты сиыр жақсырақ сол целлюлозаны қорытады адамнан гөрі. Жалпы адамда несварение болып қалуы мүмкін ғой. Мысалы, көптеген адамдар жалпы сол полимерді, күрделі полимерді, именно целлюлозаны, жасымықтарды олар дұрыс ыдырата алмайды. Соның себептен нәжімісіміз, возможно, цветі боялады. Симбиотикалық бактерия өзі пайда болып, адамның қан жасымықтан глюкоза түспейді. Осы. Жалпы мен ең соңғысында айтқым келетінім мотивациялық сөзбен аяқтағым келеді. Қазір болмаса қашан? Ал ендеше сөздің қорытындысақ, сіздерге осы видео сабақ ұнаса, ол сізге пайдалы болса, жалпы осы видео сабақты достарыңызға таратып, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал ендеше сау болыңыздар.